Нәзік жан. Өмір жолында ара-тұра жаны нәзік адамдарды жолықтырып тұрамыз. Нәзіктік қоғамда жиі байқала бермейтін қасиет. Әсіресе қоғам дөкірлік пен білек күшіне табынған болса, бұл қоғам қалай қайтып сүрінсең де діттеген мақсатыңа жет деп үйретеді. Ал сол мақсатқа жету жолында қалай қиналатынымыз ешкімге қызық емес. Біздің қоғамда жетістік, мақсатшылдық, өнімділік қана бағаланып келеді. Әрі бұның бәрінің бағасы зор. Мұндай қоғамда нәзіктікке орын қалмай барады. Қисайған бұтақты сындырып кетпейтін, жерге түскен темекінің күлін таптап кетпейтін адамның бойында шынайы нәзіктік бар. Өзгенің мықты әрі осал қасиетіне мұқият болатын адамның жаны нәзік. Биікке талпынудың орнына бірге өткізген уақытты қадірлейтін адамның жаны нәзік. Жаны нәзік адамның жолы ашық, көзі тұнған мейірім. Құшағы өмірге, құштарлыққа толы. Ол кісі баласын өсіру үшін күш-қуат емес, қамқорлық қажетін біледі. Біздің дөрекі ешкімге иілуді білмейтін қатыгез, сыңар-жақ қоғамда нәзіктік Құдайдың барын көрсететін жақсылықтың нышаны секілді. Авторы Генри Нобель.